Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Дара KZ. Әдеттегідей сіздермен бір жақсы сайтты бөліскелі отырмын. Осы каналдағы басқа да сайттарды, бағдарламаларды, интернет ресурстарды, әдіс-тәсілдерді қарап, өз сабақтарыңызда қолдануларыңызға болады. Қазір сіздерге жаңағы презентацияның шаблондарын дайын түрін қайдан алуға болатындығын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен Google іздеу жолағына PP Slides деп жазамыз. Бірінші шыққан осы сайтқа кіреміз. Жоғарыда выберите категорию деп тұр. Оң жақта басамыз. Өзіңізге керек бір дизайнды таңдап аласыз. Асықпай керек дизайндерді барлығын қарап шығуға болады. Мысалы, мен қазір школьный дегенді алып көремін. Выберите цвет дейді, мұнда түстерді таңдау керексіз. Мен ештеңе таңдамаймын и поиск деп басамын. Енді бізге осы категория бойынша түрлі мектепке қатысты презентацияларды шығарып береді. Міне көріп тұрсаңыздар. Міне төменде. Қандай керемет. Түрлі түсті бастауыш сыныптарына арналған оқушыларды қызықтыратын жоғары сыныптарға бар. Осы кез келген слайдтың түрін өздеріңізге жүктеп ала аласыздар. Міне, мысалы, мен қазір осы жерден біреуін алып жүктеп көрейін. Мысалы, мынау түрін алайын. 187-ші презентация екен. Осылай болып шығады. Түсі де әдемі екен. Батырман басамыз 9 дегенді. Міне басылды бізде. Открыть. Яғни, кәдімгі презентация болып шығады. Осы презентацияны өздеріңіз өзгерте аласыздар. Бұл анимациялық бекен, бірге көрейік. Анимациялық емес екен. Міне, осы үш түрлі сіздерге бет берілді. Мына бетті копировать етіп, келесі бетке қоя аласыздар. Осы түсте, яғни сіздерге ары қарай жалғасады. Мына жерде барлығын өзгерте аласыздар. Мына батырман басып. Бұл жерде енді ноутбук арқылы сіздер кез келген дүниені жасай аласыздар. Текст, мен мысалы сіздерге телефон арқылы көрсетіп жатырмын. Мұнда тақырыбыңызды жазасыз. Мұнда тақырыпты анықта деп немесе жұмбақ, сөз жұмбағыңызды жазасыз. Ойыныңызды жазасыз өзіңіздің. Екінші бетті осылай жалғастыра аласыз. Үшінші бетті копировать етіп, ары қарай қоюыңызға болады. Содан кейін соңында сохранить етіп аласыз міндетті түрде. Маған бұл презентация керек емес, менде уже скачать етіліп тұр. Дәл осылай кері шығып, өзіңізге керекті категорияны таңдап алуыңызға болады. История мысал бар, музыка, барлығы бар, литератураға кіріп көрейік. Осы PP Slide деген арқылы дайын шаблондарды өзіңіз жүктеп алып, сабақтарыңызға разнообразие айтамыз, әртүрлі болу үшін қолдануыңызға болады. Міне, мысалы, мына презентацияларды жай сабақтарда қолдануға болады. Тек қана литература, әдебиет пәнінде емес. Өте қызықты. Міне, құрметті әріптестер, осындай сайтпен сіздермен бөлісіп отырмын. Қолданып көріңіздер.